сіздерге Төлеген Айбергенов атамыздың ана туралы өлеңін оқып берейін. Арманыңды ақтармын ба, жүрегімді тербесем, айға сіңлі, қарындассың қасиетті жерге сен. Мен өзіңді теңдесі жоқ құдірет деп түсінем, сенді қуат мың есе артық жердің тарту күшінен. Сұлу әлем, әлем сұлу сен жаратқан адам мен, көк жолының қарсылығын қағып тастап барам мен. Сенді қуат болар, бәлкім, басын еді көк маған, әркесінен туғанымды есіме алсам тоқтаман. Ал ұмытсам, ұмыт болып қаларымды білемін, ұмыт қалмау үшін менің шарқ ұрады жүрегім. Шат жүріп ақ, қас қаққанша боламын мен шерменде, жетім емеске ананың жетімдігін көргенде. Көз алдымда жас дөңгелеп булығамда азадан, маған тіпті сөз келмейтін ұяттардан қызарам. Бұл дүниеге онсыздағы кеткен жоқ па көбесең, о аналар, кей пасықты жаратасың неге сен? Тас бауырлар дүниеге келсін де, тез кетсін де, әлде өзгелер ондайлардан жиіркенсін дейсің бе? Қай кеудені жылатады лапылдаған отпенен, өз кеудесін жылытуға құдіреті жетпеген. Анаң саған керек болса, бағаңа да сен керек, кезекпенен ауысатын ғұмыр ғой бұл дөңгелек. Ана керек, о адамдар, ана керек адамға, анасыздар аң сияқты күн кешіп жүр ғаламда. Пікірімді ұнатпаған таптықта дер дананы, даналықтың қажеті жоқ сыйлау үшін ананы.